Ой, Япық. Қарашоқы, саған екі жас жігіт келмеді ме? Күкірт деген нәрсемен. Күкірт. Жанында бір Қытай жігіт болды. Келді. Бір нәрсеге бір нәрсені жабыстырасың, оны лақтырсаң жарылады, сол нәрсемен бүкіл әлемді жаулап аламыз. Тұра еген қатындар ұстап алыстан лақтырысып. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен шайқаспаймыз ба, хан ием? Ақымақ. Мына сенің кесіріңнен біздің ұрпағымыз зардап шегеді. Темекі шегіп кетпесе болды ғой, хан ием. Салаң, сенің әулетің қылыш, садақ, қару жарақ шығаратын бүкіл жұрт біледі. Сен мына қара басыңның пайдасын ойла. Еліміздің болашағына балта шауып отырсың. Мына сенің кесіріңнен біздің ұрпағымыз өзге елге бодан болады. Мына сен үшін еліміздің жері кішірейеді. Мына сенің кесіріңнен еліміз еңсесін тік ұстап жүре алмайды. Ой, хан ием, 15 ғасыр бойы осы қылыш найзамен әлемді жігітше ұстап тұрдық қой. Бір күкіртке бола бүкіл өміріміз өзгеріп кетпейді шығар? Өзгеріп кетті. Күкіртке бола өзгеріп кетті. Көшпенділер дәуірі аяқталды, түсініп отырсың ба? Біз 500 жылға егемендігімізден айырылдық. Біз той жасау үшін несие аламыз. Көпір жасау үшін бір мемлекеттен несие аламыз. Ол несиені жабу үшін басқа мемлекеттен тағы несие аламыз. Сен кесіріңнен біздің балдар Англияда клубника теріп жүр, Кореяда заводта жұмыс істеп жүрміз. Сен кесіріңнен комылтынып кеттік. Сендердің жағдайларың жақсы ғой, түрлеріне қарасаң. Сен үстіндегі киімің таза кожа. Біздікі дермантин. Және де сен өзің тігіп киесің, а біз бәрін сатып алғанбыз. Ешнәрсе өзіміз шығармаймыз. Сен кесірінен бар ғой, біздің ютубта өзге тілде мультфильмдер көбейіп кеткен. Хан ием, мынандай сөз естігенше өлгенім артық. Кінәлімін. Басыңды алыңыз, хан ием. Түкіру керек бұндайларға. Жою керек бұны. Жоқ. Өлімнен ұят күшті. Бұл саған тақ болсын. Сен енді әскерге емес, мәдениет саласына жауап бересің. Хан ием, мәдениетке бұндай адамдарды қоюға болмайды. Қазіргі заманда қай мемлекет мәдениет жоғары қойып, сол мемлекеттер дамып жатыр. Сонда біздегі жемқорлар осы кісі ме? Иә, осы кісінің ұрпақтары. Осындай креативі жоқ адамдардың кесірінен еліміз дамымай жатыр екен онда, Дұрыс айтасың. Сондай адамдар ханның жанында болмау керек, креатив жоқ адамдар. Негізі билікте ханға жағымды емес, халыққа жағымды адамдар көп болу керек. Біз